Бәріңізге ассалаумағалейкум. Мына бір шешендердің басшысы Қадыровтың аузы жабылмайды екен. Осы кезге дейін неше рет Украинаны жоям, құртам деп үндеу жолдап жүр. Бірақ сол айтқан сөздерін іс жүзінде жасай алмайды. Бұл жерде бәрі түсінікті. Путин не айт дейді, соны айтады. Осылай Қадыровтың да қадірі қашады. Құрметті көрермендер, видео салмай жатып тегін жатқан лайкты басып, арнаға тіркеліп қасына шыққан қоңыраушаны түрте кетіңіздер. Тезірек 1000 тіркелуші санына бірге жетейік. Рамзан Қадыров керек болса ядролық қаруды қолдануға дайынбыз дейді. Шешенстан Республикасының президенті Рамзан Қадыров телеграмдағы арнасында бейнежазба жариялап, Украина әскеріне сес көрсетті. Қадыров екі ел арасындағы соғысқа қатысты өзінің пікірін білдірді. Рамзан Қадыров бейнежазбаны Путинді мақтаудан бастады. Оның әрекеті дұрыс екенін айтып, бұл соғыста жеңіске жету үшін қолдан келген бәрін жасайтынын жеткізді. Сондай-ақ сөз арасында қажет болған жағдайда ядролық қаруды қолданатынын айтты. Біз жоғарғы бас қолбасшымыздың саясатын қолдаймыз. Оның барлық бұйрығын орындаймыз. Керек болса, ядролық қаруды да қолдана аламыз. Бізбен ойнамаңдар. Мен оның жаяу сарбазымын. Бұл үшін мақтанамын, деді Рамзан Қадыров. Рамзан Қадыров Путиннің құлы болған үшін мақтанады екен. Қадыровтың бұл айтқан сөзі сол жерде қалады. Оны іс жүзінде жасай алмайды. Ядролық қаруды қолданамын дейді. Бұл сөздерді негізінде Путиннің өз айтқызып отыр. Бірақ бұл сөздерден қорқатын Украина жоқ. Не болса да Украинаға жеңіс тілейміз. Сіздермен бірге болған Керек болар арнасы. Келесі кездескенше.